Қайырлы күн достар. Бүгін сендердің алдыңызда Эльмира. Бүгін сендерге дәнегі бар өріктің видеосын салатын боламын көрсетіп. Ол үшін маған тіркеліп, каналымның дамуына үлестеріңді қосып кетіңіздер. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осылай етіп өрігімізді тап-таза қылып жуып аламыз. Мейлінше жақсылап 5-6 рет жуыңдар. Міне осылай дәнегінен ажыратып, өріктің сүйегін ортасындағы алып тастап, әрбір қатарына секерді сеуіп отырамыз. Менде 10 килограмм өрік болғандықтан, мен бұған 2 ыдысқа бөліп алып, өріктерімізді 2 жаққа бөліп, секер сеуіп қойдым. Міне осылай. Міне где-то 5 сағаттай қойдым, соғы шықты. Отқа қойып қайнатып жатырмын қыздар міне. Дәнектерін салдым, ішіндегі міне орехтардың барлығын ішіне салдым, сүйегіндегі. Міне мынандай қылып орехының қабығын да аршып, 2 табаққа 2 түс қылып орех салдым қыздар. Кемінде 4-5 рет жақсылап қайнатыңдар, тоқтатып. Міне қақпақтарымызды қойып, мен 4 рет қайнаттым қыздар. 2 сағаттан. Түсі де әдемі болды. Дәнектерін қайнап бастаған кезде жуып, тап-таза қылып салып жіберіңдер қыздар. Ол да өрікпен бірге пісуі керек. Секерлері сіңу керек іштеріне. Міне осылай құйып алып, қақпақтарымызды жабатын боламыз қыздар. Менің закрывалкам ауырлау, сосын мен жерде жабам. Түргеліп тұрып столда жаба алмайым қыздар. Міне осылай қылып жақсылап қатырып, қыстың қамын ойлап, жазда дайындап қоямыз қыздар. Маған тіркеліп, менің каналымның дамуына үлестеріңді қосып жүріңдер. Алдағы уақытта керекті ақпараттардың барлығын салып отырам. Өріктің вареньесі өте тамаша қыздар жегенде. Әсіресе қыстың күні. Әр жапқанда крышкасын тексеріп жабыңдар. Менің каналымда дәнегі жоқ, варенье да бар. Енді дәнегі барында салып қояйын деп, қыздар сендерге осыны видеоға түсіріп, салып қойып жатырмын. Дәнекпен әдемі тұрады негізі. Өткендегі өрігім менің кәдімгі простой өрік еді. Енді мынау майский езілмейтін ерік. Бұл өріктің бір айырмашылығы еш езілмейді қыздар. Компотқа да мен майский еріктен де басып көрсеттім. Кәдімгі простой өріктен де басып көрсеттім. Көбіне майский ерікті қолданады, вареньеге қолданады. Компотта да менің видеоларымда бар. Майский еріктен де, простой еріктен де, ірі еріктен де барлығынан жасап, мен каналыма салып қойдым қыздар. Компот жабатын болсаңдар, менің каналымда барлығы бар. Міне екінші табағымыздағы дәнегінің орехтарымыздың қабығын аршып, сыртындағы несін аршып салғанмын. Аппақ болып жүрген осы дәнектері. Алдыңғысы сары, қабығын аршымай салғанмын қыздар. Бұған мен қабығын аршып салдым. Әдейі көрсін деп, мына екінші табағымды көрсетіп жатырмын қыздар сендерге. Осылай қайнап тұрған жерінен құйып, жапсаңдар, ештеңе де қылмайды. Варенье жабатын кезде қорықпаңдар, менің видеомды көріп жапсаңдар, ешқашан вареньелерің атпайды. Міне осылай тез жабып, мынау екінші табағымыз уже алдыңғы табағымнан 5 банка шықты.
Мынау екінші табағым. Екіншісінде кішкене аздау болды, бұл 5 банка шықпайды менімше. Не осылай қылып таулап, қыстың қамын ойлап, қыздар жауып алыңдар. Мен барлығын видеоға түсірдім, себебі көрсін деп, сенімді болып жапсын деп вареньелерін. Міне осылай қылып таулап, жақсылап болған соң сырттарын жақсылап жуып салып тастайтын боламыз, қыздар. Міне соңғы вареньеміз осы. Соңғысынан менде 4 банка шықты. Әуелгі табағымдағы 5 банка шықты. Әуелгім көптеу еді, мен дәнегі көп болғасын, мен көптеуін сол жаққа салдым. Мына ашылған дәнегі аз болғасын, бұл аздау жағына салдым, қыздар. Міне осылай әдемі ерік болды. Менің каналыма қарап, керектеріңе қолданып жүріңдер, қыздар. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер, комментарияларың жазыңдар. Ас болсын.